неше түрлі қазақтар бар. Жұмысын жасатып алып, жала жабатындар да бар. Мәрттік жасап, бермей кететіндер де бар. Бауырым, қара Тойоталарға менде диагностика жоқ деймін. Қазіргі адамдар асығыс. Кішкене бізді қинайтын сол. Сол екеуден ғой? Екі әйеліңіз бар, иә? Негізі, нағыз жігітті алу керек қой 4 әйелге дейін. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біздің сөйле бағдарламасының кезекті шығарылымы бұл. Осында бүгін келген қонағымыз Ермек Аспиров деген кісі. Ол кісі енді бірі TikTokта білсе, бірі жаңағы экранға шығып жатқан, сериалдарға шығып жатқан кейіпкер ретінде білер. Енді осы кісімен таныса кетіңіздер. Алдарыңызда Ермек Аспиров. Ассалаумағалейкум аға. Қалыңыз қалай? Бүгін бізге қонақ болып келгеніңізге біз өте қуаныштымыз. Біздің бүгін жастарымызға, өзіңіздің салаңызда жүрген адамдарға айтарыңыз, сөйлеріңіз көп болады деп ойлаймыз. Сондықтан да бір өзіңіздің бір керемет бір жақсы әлі жаңағы TikToktан көріп жүрген көрермендеріңіз, сериалда көріп жүрген көрермендеріңіз білмейтін тұстарыңызды бір бөліссеңіз, солармен бүгін сұхбаттассақ деген ойдамыз. Сондықтан да достар, экраннан алыстамаңдар. Бүгін біз Ермек ағамызбен подкастымызды бастаймыз. Қай жерден тумасыз, қай жылғысыз деп содан бастайық та, танысудан. Өзім 81-ші жылғы. Осы Алматы облысы Панфилов ауданы Қоңырөлең ауылының тумасымын. Қоңырөлең? Қоңырөлең. Мен почему-то сізді Тараздан деп жүрмін ғой. Бәрі сөйтіп ойлайды. Неге? Өйткені Таразда бір... Сіз еще сөзіңізде, мен TikTokта байқағам, Тараз туралы көп айтасыз. Иә, тараздық деп айтасыз, көп айтасыз осындай нелерді. Неге біз сөйтіп ойлап қалдық онда? Өйткені Таразда бір 10-11 жылдай жұмыс жасадым. Әскери салада. Әскери оркестрда музыкант болып жұмыс істеген. Мынау енді қызық болды. Сіз сонда негізгі мамандығыңыз? Сонда музыкант па? Жоқ, негізгі оқыған мамандығым художник. Художник. Именно сурет салу жағынан. Сурет салу жағынан. Жаңа майыл бояу мен акварель бояу. Сурет салу. Соны бітіргем. Осы Алматыда? Талдықорған қаласында. Талдықорған қаласында ма? Содан бірақ Таразға түстіңіз бе, қалайсында? Содан оны бітіріп Жүргеновке тапсырдым. Актер театра и кино Тұңғышбай ағаға. Содан құлап қалдым. Қанат Әділгерей бәріміз бір группаға тапсырғанбыз негізі кезінде. Сонан құлап кеттім да, сонан армияға кеттім ба. Армия. Срочный службаға атарға түстім. Сонан өзі сол кез болса, онда мықты жерге түскен екенсіз ғой. Атар болса. Енді бүткіл Қазақстанға танымал жер еді, ол жердің жаңағы сәл строгий, жаңағы елдің бәрі атынан қорқатын ғой. Сол жерде кішкене көзге түсіп генералдардың, сонымен неге ауыстырды ғой Таразға. Тараз қаласына. Өнерден де сахнаға шығып сөйтіп көзге түсіп жүрдім да. Сонымен военный оркестрға музыкант болып кеттім. Ведущий саксофонист болғам. Кішкене ашып берсеңіз аға. Армияда жүріп, сонда ол жерде де жаңағы сахнаға шығып, өнеріңізді көрсетіп жүрген кездер де болды ма сонда? Содан? Жаңағы не дейді о? Не жағы? Сатира жағы. Сатира жағы, соңген сахна пластикасы, жаңағы пантомима. Сондай негізі дивизиондар арасындағы жарыста өнеріміз көрсететінбіз. Сол кезде жаңағы генерал Жарболт мырзаның көзіне түсіп, сол кісі Таразға ауыстырып алып кеткен болатын. Сонда артиллериядан неге ауыстырды? Негізі артиллерист болған ба? Жаңағы әскери оркестр. Әскери оркестр. Негізі оны да саксофонды өмірінде ойнап көрмегем. Сол жерде үйрендіңіз? Сол жерде үйреніп, кейін олар жұмысқа қал деп қалдырды. Сонымен 10 жылдай жүрдім ғой, контрактпен. Сонымен өзім бір бизнес ашқым келіп, ойланып, жұмыстан шығып, осында келдім Алматы қаласына. Қай жылдары? 2009 жылы. 2009 жылы. Алғашқы рет келдіңіз? Иә, келдім, Алматыға келдім. Сонымен таксовать етіп көрдім. Жаңа өзіңіздің әріптесіңіз сияқты, медет сияқты. Таксовать етіп көрдім, ол да кішкене қиын тірлік. Сонымен қол өнер жағы бар менде.
Сонымен түлкі тумақ, қасқыр тумақ дегенмен байланыстым ғой. Кәдімгі қазақша оюлар салып, құйрығын, екі аяғын, екі шетіне тігіп деген сияқты. Кожаный машинамен де жұмыс істеймін ғой. Қасқыр тумақ, түлкі тумақ тігіп, жаңағы ЦУМға барып сатып. Үйде өзіңіз істейсіз? Иә, үйде. ЦУМ жаққа барып сатып? ЦУМға барып сатып. Жалдамалы цех болған ол кезде. Кейін ол заңсыз болды. Жаңа біз арендовать еткен зданияға запрет берді деген сияқты. Цех жабылды. Сонымен городской маршрутқа кірдім жұмысқа. Автобус дейді ол. Городской маршрут? Городской маршрут. 105, 45, 92 маршрутта істедім. Сөйтіп жүріп жер алдым. Осында? Иә, осында жер алып, бұрындайдан үй салып. Сонымен автобус саласында жүрдім да, содан СТО-ға ақырын бет бұра бастадым ба. Не түрткі болды СТО-ға? Қалай сіз өнерден СТО-ға қалай жүрдіңіз? Өз машинамды жасауға алып барамын, ремонтқа. Жаңағы автомат қозғалтқыш коробкасы істен шығады. Соны жасауға алып барамын, сол кезде ұзақ уақыт жатады, аналар ауруын таба алмайды. Сонымен коробкасын ауыстырамыз, ауыстырған коробканың өзін дұрыстап ауыстырмаған. Көңілім толмады мастерлерге. Ақшаны алып алды да, в общем. Бірақ дұрыс жасап бермеді? Дұрыс жасап бермеді. Сонымен кейін шығарып тастаған коробканы алып кеттім, өзіммен бірге. Кейін сол коробканы өзім шашып зерттедім ғой. Содан жаңағы өмірлік осы темірге жақын өмірім басталды дейсіз? Содан басталды негізінде. Бірақ мастерлерге өзім көңілім қалды, арттарынан жүгіртті, в общем, ақшаны алып алды деген сияқты. Бірақ енді ақшаны кері талап еткем жоқ. Неге осы мәселеге, не үшін шешілмейді бұл нәрсе деп. Соны үйде зерттей бастадым. Ол кезде YouTube жоқ? Ол кезде YouTube жоқ. Қарайтын, үйренетін. Өзім шашам, қайтадан жинайым, шашам, жинайым. Сонымен ақырындап мотор жасай бастадым. Үйде. Таныстардыкін, азын-аулақ ақшаға жасап берем. Олар мәз кетеді. Содан қызығушылық басталды, в общем. Өзіңіз түсініңіз ғой, что қолыңыздан келетін салада, иә? Мысалы, кейбір клиенттер келеді, көрмеген бір қиын автокөліктерді алып келеді, осында ақауы бір. Өй, жасай, проблема жоқ, жасап жүрген дүние деймін. Сеніміне кіру керек та. Білмеймін, жасап көрмедім, ашып көрейік десең, ол кіргізбейді саған. Иә, жасап жүрген дүние ғой дейсің, сонымен о дейді да тыстап кетеді. Сонымен ойланасың отырып. Неден бастаймын деп. Бірақ результат берді. Ол жері енді сіздің ақшаға қызыққаныңыз болды ма? Жоқ, ана мәселесін шешіп беру болды ма? Білмесеңіз. Ол жерде ақшаға да қызығы болды. Екіншіден сол мамандықты үйрену болды ғой маған. Екеуін де бірдей алдым дейсіз ғой? Бірақ ол кезде андай ашық реклама деген жоқ. Мен жасап берген адамдар біреуге айтады екен да, осындай жерде осындай адамға жасаттық деп. Сол маркетинг дейді ғой, маркетинг арқылы клиенттер келіп отырды. Сарафанный радио дейсіз ғой, бір-біріне айтып кете береді дейсіз ғой. Бізде жігітпіз ғой, бізде машинамызды айдап жүрміз, тоже сұрайсың, таныстарыңнан сұрайсың, қай жерге жөндейтін, қай жерде моторист бар болмаса, қай жерде коробка жөндейтін бар деп бір-біріңе айтып кете бересің. Сол сияқты ғой сізге сөйтіп жаңа клиенттер келе бастады. Кейбір клиенттер келгенде историясын айтады, осындай жерге бардым, таппады. Осындай Audi центрге бардым, таппады. Тағы бір сервиске барып едім, осындай ақша айтты, жарайды, оған да көндім. Мәшен бір ай жатты, результат болған жоқ дегендер алып келеді. Бірақ ана сөзіне қарағанда қорқыныш пайда болады, бірақ қызық. Қалай таппайды бұлар деген қызық. Интерес болады да, жасап беремін дейсің. Сонымен примерно суммасын есептейсің да айтасың ақшасын. Ол міндетті түрде келіседі, қиналып тұрған адам. Енді мәселесін шешу керек қой енді. Соны жасап берген кезде өз-өзіңе бір риза бір не болып қаласың да. Өйткені ана адамның қуанышына қарайсың. Талай жерде. Ол енді былайша айтқан кезде қайсысы машиналар? Японецтер ма, жоқ, немістер ма? Мен талғамайтын едім. Талғамайтын едіңіз. Японец, немец, американец. Бәрін қарастыра бересің. Қарастыра бересің, да. Жаңағы TikTok'ты қалай бастадыңыз?
Қалай не түрткі болды? Қалай осы сіз онсыз да сіздің клиенттеріңіз жетіп жатыр? Клиенттерім жетеді, онсыз да жететін клиенттерім TikTok-қа. Енді жаңағы былайша келгенде ана басына келіп тұрмыз ғой, бәрібір медиа саласына сәл қызығушылығыңыз болғаннан кейін сол ашып бастадыңыз ба, қалай осы жер қызық болып тұр бізге? Енді көп подписчиктерім сұрайды, сізде монтажды кім жасайды дейді да, мобилограф кім дейді. Негізі өзім түсірім, өзім жасаймын монтажын. Сіз өзіңіз экрандасыз ғой, қалай түсіресіз? Жоқ, қасымдағы ученик жігіт түсіреді. Түсіріп береді. Основной детальдарды өзім түсірем. Крупнякпен түсірем да, өзім монтаждаймын. Музыкальный сопровождение қоямын деген сияқты. Бәрін өзіңіз монтаждап қоясыз. Бұл былай басталды. TikTok-қа кіргеніме де көп болған жоқ негізі. 1-2 жылдай болды? 1 жылдай болды. Аштық, бірақ 1-2 видео салдық. Просмотр жоқ. Сол күйі қалды, 2-3 ай қалып қалды ол тағы. Білмейміз ғой енді басында. Кейін жаңағы мобилограф жігіт кеп монтаждап кеп салды. Содан кейін жаңағы видеосын көрсем әдемі да бір, приятно көргенге. Сонымен келіп, одан кейін келіп жүрген кезде үйретті да. Мынандай приложение. Сонымен былай монтаж істейсің, былай істейсің. Видео қысқарақ болған дұрыс деген сияқты, кадрлар көп болса көрермен жалығады деген сияқты. Қызықты моменттерін аласың деген сияқты. Сонымен кейін өзім монтаждап үйреніп алдым соны. И содан басталды дейсіз ғой? Басталды, уже бір жұмыс бір машина кірген кезде помощниктерім уже дайын тұрады. Уже мен айтпаймын да уже. Өйткені процесс жүріп атқан кезде де, қазір оқып атқан балалар бар менде. Ақылы түрде оқытам тағы да, қосымша балаларды. Үндемей бастап кетпеймін. Сразу комментариямен сөйлеп отырып, мынау былай ашылады, мынау былай болады. Бір жағы аналарға сабақ, бір жағы процесс жүреді. Сонда TikTok-тың шынымен де жаңа клиент алып келетініне соны қалай түсіндіңіз? Әсері бірден білінді ма? Қалай болды әсі? Білінді. Одан онсыз да клиенттерің бар еді деп жатсыз? Онсыз да бар, Ол сонда екі еселенді ма? Қалай болды? Екі еселенгенде уже физически невозможно қазір. Үлкенімен дейсіз ба? Қазір очередьте жазылып кеткен адамдар бар. Жазған өзі бір 48 машинадай тұр. 48 машина? Очередьте тұр. Енді негізгі бағытыңыз коробканы жөндеу, Жоқ, 3 бағыт. Қандай бағыттарсыз? Электрика, мотор, коробка. Бір ғана адам бар, и біраз шәкірттеріңіз бар. 3 шәкірт бар, 1 моторист. Просто ана видеоларыңызды көріп отырмын да. Кімді білесіз ғой, енді білмеймін, маған видеода былай көрінді да, Батя Виндом деген. Батя Виндом. Бір сынағаныңыз бар видеоңызда. Батя Виндом жөді сәл қулық жасап жіберді дедісіз ба, жөндеп берем оқты деп, сапун деп іштәрсесін. Сол туралы айтып жүресіз сол видеоны, маған бір қызық қойған. Toyota Camry автокөлігі келді, жасыратыны жоқ. Ол кісі де ренжіп звондады ғой, хабарласып. Одан кейін звондап, мен өзім де ойладым, звондаған шығардың кісі де. Ренжіп звондады. Одан кейін жандағы жолдас жігітпен, жолдас деген баламен таныстық, сол айтты, осындай өшіріп тастайсайшы деп. Қазақтың жігіті ғой енді. Сонымен, ода тұрған түкте жоқ, просто хозяин қатты ашыланып келгені бар маған. Сал деді ютубқа. Егер іздеп келсе, мен өзім ответ беремін, тұмсығын бұзам деген сияқты әңгіме айтты ғой. Кәдімгі көңіл толмай келді ғой. Кәдімгі запчасть алдырды дейді, одан ешқандай результат берген жоқ. Сонымен уақытша заглушка жасап берген дұрыс заслонкасын. Машина хуже болған. В общем, тоқ жағынан ауруын тауып, 1 сағаттың ішінде жасап бере салдық. Сонда екеуіңіз негіз бір-біріңіз танисыздар ма? Таныссыздар ма, Батя Виндом деген? Жоқ, осы желі арқылы танимыз болды. Сіз ол кісіні де көресіз, ол кісі сізді де көреді. Солай болып тұр ғой. Солай болып тұр. Кездесіп сөйлескен емес бір. Негізі ол сынағаныңыз дұрыс болды деп ойлайсыз ба, дұрыс емес па? Сынаған бір жақ анандай ғой халыққа. Қызық. Маған қызық болды мысалы. Қызық. Ол кісі үндемеді өзінің парақшасынан дейін. Үндемеді дейсіз ба? Бір жағы мысалы мені көріп жүрген. Или өзі айыбын түсінді ма?
мүмкін түсінген шығар айбын, бірақ оған да жақсы реклама ғой. Иә, былайша білмейтін адам мынау кім ол Винман деген іздейді да көреді. Барып май ауыстыру керек екен мына кісіден деген. Май ауыстырады. Сіз де тек май ауыстырады деп білесіз ба, сапумен май ауыстырады. Мен мысалы солай білемін ол кісіні. Мен солай танимын. Өйткені андай бір крупный ремонт жасап жатқан контенттерін көрген жоқ. Былай енді осы ақыры осы теманы қозғадық қой. Жалпы былай айтайықшы, мынау картитедің жанында көптеген көшеден сені тоқтатып алып жөндеп бергіштер бар. Жібек жолының қасында да сол бар, барахолканың төмен жағында сол бар. Енді осы сыртта жаңағы, енді білмеймін, бұл түрінен қарасаң жас бала бір 20-дан сәл-ақ асық балдар шығар, соны істеп береміз, бүйтеміз, не алады. Мен өзім сенің кіремеймін. Шынымен мен өмірімде жөндетпеген де шығармын ол жігіттерге. Бірақ енді соған барып отқандардан бар ғой. Соларды қалай ойлайсыз? Солардан бір жөндегеннен пайдасы бар ма? Жоқ, зияны көбірек болады ма? Түбінде сіздерге келіп жатқандар да бар шығар енді. Дұрыс па? Солардан. Ол жігіттерді хабарласады жұмысқа аласыз ба деп. Кәрсенің қасындағы жігіттер айтқан болатын, бірақ өзімде соларға жүгініп бардым. Жазым күні бір алданып қалып контент салғам сол жайлы. Ақшамды алып, в общем, кондер заправка жасап берді көшеде. Көшеде. Результат жоқ моментально. Бірақ ол айтады, аға міне құйып тұрмын. Осындай грамм, 600 грамм деді ма өзім. Сізде кондеріңіз жұмыс істемейді. Ақау бар дейді да. Хорошо, ақау болса мен ақауын табайын. Деп қайтадан СТО-ға бардық, код ошибкасын шығардық, удалить еттік. Уже кондерде ошибка жоқ, бірақ істемейді. Жаңағы жігіттерге барсам, уже қашады да. Сондан жаңағы тоже Бағордада бір танитын электрик бала бар еді. Сол жігітке барып едім, давлениесін өлшетті. Ой, сізге воздух толтырып беріпті ғой мыналар деді. Қайтадан. Сонда фреон құймаған, тек қана ауа толтырып берген. Иә, ауа толтырып берген. Сөйтіп қайтадан міне қарап тұрыңыз деді да өзі. Ішіндегі несін воздухын сорып алды. Сөйтті да май жіберді, бірінші системаның бәрі майлады, одан кейін фреонын құйып берді. Сразу результат да. Бірақ кейін барып айтып кеттім, оларда мені видеоға түсірема деп нетті ғой деймін. Таниды ғой енді, қорқып қашып нетті. Бірақ енді колодка ауыстыратын да балалар бар. Енді мен ойлаймын, ол өзім үйтіп істеген емеспін. Жақсы мастер, ол бір жерде отырады. Тиіп қасып жүрмейді. Мен білемді, Жібек жол базарында, мысалы, артында эстолар бар. И бір күндікке арендаға беретін подъемниктер бар. Сол жерде әр өзі бірменің қолына бір нәрсе келеді деген жігіттер бір күнге арендаға алып, мысалы, істейткен да. Қаншалықты соларға сенуге болады, сондай мастерларға. Негізі, сіз өзіңіз, сіз қазір көріп отқан адамдарға қандай кеңес бересіз? Өзіңіз мастерсіз ғой енді, осы салды. И барып жөндеткен дұрыс па, дұрыс емес па? Бәрібірде білмеймін, амал жоқтар баратын шығар енді, сол жерге кіріп қалғандар. Мен көріп жатам, олардың біреуі де бос тұрмайды. Бәрінде көлік тұрады. Бірақ енді қаншалықты дұрыс ондай жерге барған. Мысалы, мен білсем, мен өзім сенің кіремеймін. Шыны керек. Өйткені өзімде машина жөндетіп жүрмін, апарып жүрмін, көрсетіп жүрмін, бірақ ешқашанда олай мен өзімде ондай шешімге бара алмаймын ол жерге барып жөндетуге. Машина бұзық тұрса тұрсын, одан да бір жақсы мастер іздейін деймін. Қанша уақыт кетсе де. Сол енді сіз мастер ретінде қалай өзіңіз ашық ойыңызды айтсаңыз, ешқандай жасырмай, конкретно қалай ойдасыз? Сенің ойың дұрыс негізі. Ол күндік арендаға беретін подъемниктерде мастерлер төмен бағада жұмыс істейді. Біріншіден. Содан кейін көп болады. Екіншіден гарантия жоқ. Кейбіреулер бір жерін жасайын деп екінші жерін бұзып жіберетіндер бар. Бірақ ертесі күні іздеп барсаң таппай қалады. Басқа біреу арендаға алып тұрады дейсіз ғой. Сол үшін тұрақты мастерлерге бару керек, гарантия беретін, өз жұмысына жауап беретін. Мысалы, менде егер істелген жұмыс дұрыс болмаса, біз қайтарамыз ақшасын клиенттің. Сізден кінә болған болса? Менен кінә болған болса, ол идеальный мастер жоқ. Бәрін пенде болған соң қателік болады. Çünkü менің де білмейтін жерім көп та. Кейбір машиналар келеді, клиенттің айтқанын тыңдап тұрып ойлайсың, примерно ойлап тұрасың ғой, білем мына нәрсені деп бағасын айтып қоясың, келісіп аласың, бірақ ондай болмай шығады.
машина тұрып қалады, одан да көп уақыт алады, қиналасың, ізденесің деген сияқты. Кейбірде мен жұмысшыларым жіберіп қояды қате. Бір жерін тартпай жібереді деген сияқты. Май шығарып жібереді. Май шығарып жібереді. Ондай кезде қандай сіз мойныңызға аласыз ба оны? Иә, мойныма аламын. Өйткені біз сізге айтпады ол. Дұрыс істемеген, мысалы жасырып айтпады да. Бірақ клиентке сіз өткізесіз ғой, дұрыс па? Иә, мен өткіземін, мен жауапты боламын да. Сіз жауаптысыз. Бәрібір сол қандай несі болса, моторын ауыстыру керек болса да сіз ауыстырып бересіз ба? Иә, мен ауыстырып беремін. Қайтып келеді, қайтадан ашып жасап береміз мотор. Мотор дұрыс болмаған болса, жақында да сондай жағдай болды. Кейбірде болады, коробканың асы тартылмай май ағып кетіп, қайтадан күйіп кеткенде коробкасын екінші рет түсіріп, повторно жасап бергенбіз. Бірақ онда егер жұмысшыларым өзі жаңағы мойындаса, кейбірде айлықтарына ұстап қаламын деген сияқты. Айыбын мойындаса. Айыбын мойындаса. Енді ол жерде уже еркекшілікке жатады да. Еркекшілікке мойындай алады сол не алады. Дұрыс жүріп тұрған машиненің катализаторын шешіп алу. Иә, білмейтін, мысалы көбіне әйелдердікін дейді ғой, иә? Әйелдердікін. Жоқ, еркектердікінде уже бұл мастерлер деген психолог болады ғой. Еркек адамдар да келеді, түк білмей тұрады. Сөйлесіп отырып біліп отырасың да. Наоборот, кейбірде көзін ашып беретін кездерде болады. Осындай жерге барып едік, 500 мың айтты деп келеді. Қарасаң болмайтын бір не. Сонда үндемей ғана жасап беруге болады, ананы тастап кет депші. Анау клиент дайын тұр, ақшасы бар адам, ол қиналып тұрған жоқ. Көмектесші деп тұрған жоқ ол. Проблемам шешіп бер деп тұр да. Сонда білмейтін адамдарды да пайдаланады дейсіз ғой? Иә, білмейтін адамдарды да пайдаланатын кездер болады. Өйткені 20-30 мың теңгемен шешіп бере саласың, сол кезде таң қалып қалады деп, маған осындай көп ақша айтып еді ғой деген сияқты. Мүмкін ол айтқан адам да толық білмей тұрған шығар, оны білмейміз ғой енді. Мүмкін алдау ниетімен айтып тұрған шығар. Бірақ катализатор шешу мәселесі де көп кетті қазір. Бірақ оның арты қорлық болып отыр, оны десін. Мен айтайын, жалпы, мен інім жаңағы Карситин жанындағы, сол жақтағы жөндейтіндерге барып, мынандай болт алып кел деп Карситиға жібереді. Ақжол жақта ғой. Соны алып келем дегенше ана ұрып жатыр дейді. Глушителін ұрып жатыр деп маған звондайды да. Мынау глушителін толып қалған, ішіндегі мынаны көрдің бе деп, ана катализаторын көрсетеді дейді да. Іші толып қалған көрдің бе, соны шешіп алып, тазалап беріп жатырмын деп айтады дейді. Мен бірден хабарласып жаңағы жігітті тоқтатып, енді былайша айтқан кезде мен кейіннен барып көрдім, айттым да, беті бүлк етпейді. Сонда олардың сондай үйреніп қалғаны ғой ондай затқа, иә, былайша айтқанда. Иә, үйреніп қалған, кәсіп қалған. Ұрлау оларға дым емес сияқты болып тұр деймін да, сонда алдауға, неге. Порядке вещей болып тұр. Беті бүлк етпейді да, мысалы. Сен осылай істедің ғой алдында мен інімді. Оның білместігін пайдаланып айтсам, болтты мен көрдім дейді, бір кезде әдейі сындырды ма, меніңше әдейі сындырған сияқты дейді да. Саған іздесін деп жіберген дейді. Олардың білетін айтам да мен. Жаңағы жоқ болтты жіберген, анау айналған Карситинше, анау болтты таппай. Сол уақытты пайдаланған, енді Құдай жарылқап мүмкін ана сол болтты таудым дейді да, барған едім дейді. Анау ұрып жатыр дейді, глушителді шешіп алған дейді, бүткіл глушителді ұрып шығарып жатыр дейді. Кейбірде ауруын тауып беремін ғой. Кейбірде ол клиенттер кейбір кезде айтпайды. Қайда барған? Мысалы, қайда барғанын айтпайды, еще қанша жерге барғанын айтпайды да, сынап келеді кейбірде. Кіргізесің, ауруын бірде сен табасың да, міне мына нәрсе. Дегеннен кейін барып айтады. Ана жаққа барып едім, осылай айтты ғой деп. Сол кезде мен айтамын, жарайды, мен айтты деп айтпай қой. Негізі кеткен нәрсе осы. Ренжіп болмас үшін да. Бірақ енді ренжіп келгендер болған емес. Қазір TikTok'та көбейді, кәдімгі көп қой, мысалы машина жөнді, енді білсін білмесін, жаңағы өзі шешкен жерін ғана түсіріп салатындар бар. Енді қазір енді дұрыс па сол адамдарда соларға мысалы сеніп барған қалай болды, TikTok'та мысалы кері әсерін тигізіп жатыр деп ойлаймын. Сол енді сол жағына ойыңызды айтып жіберсеңіз. Енді сізге қарап та TikTok түсіріп жатқан мастерлар бар ғой, дұрыс па? Ол білсін білмесін, білімі таяз да болуы мүмкін. Соларға қалай ойыңыз енді? Жалпы сол түсіріп жатқан балдардың өзіне кішкене
жаңағы өзіңіздің нелеріңіз, пікіріңізді айтып жіберсеңіз. Жаңағыда мен сияқты түсіріп жатқаным ба? Иә. Негізі бір контент түсіру үшін білім жетік болу керек та. Уже адамның егер сен түсірген контентке көріп отырған адам саған сенетін болса, ол саған міндетті түрде хабарласады. Сол кезде сен любой вопросына дайын болуың керексің да. Сондықтан сенің уровеніңде соған жетік болу керек деп ойлаймын. Енді қалай сериалдарға қалай шақыртып алдыңыз? Қалай көзге түстіңіз? Сериал, кино саласы? Кино саласына. Бұл часто барып тұрам фильмдарға. Содан кейін маған... Жоқ, фильмдарға болғанда не, түсіріліміне ма? Сериалдарға. Неге? Актер ретінде. Сіз бұрыннан барасыз ба? Жоқ, бір 3-4 жылдың. 2019 бірінші рет бардым ба? 2019-да. Барып тұрасыз кастингтерге ме әлде? Кастингтерге емес, звондап шақырады. Осындай, сіздің образға келіп тұр деп шақырады. Ол былай басталды. Негізі біз жайнақ біздің ауылдан бір кастинг болды да. Балалар сериалына кастинг болды. Сол кезде кішкентай балалар жинап алып бардым да. 7-8 баланы кастинг алып барған, ойымда ештеме жоқ. Сол кезде кастингте отырған Еркебұлан деген жігіт, Еркебұлан Жайсан қазір актер ғой онда. Атыңыз кім болады дейді, осыны дейсің. Сіздің неңіз кеп тұр дейді. Әкенің рөлін ойнайсыз ба дейді. Пошым. Пошымыз кеп тұр. Негізі іздеп жатыр еді, өйткені бізде уақытты қыз дейді да. Уже 2-3 күннен кейін съемка басталады дейді. Ойнайым дедім. Бірақ әлі ойнап көрмегенмін. Сонымен камераны қойды, задача берді, ойнап бердім. Болады, режиссерға көрсетем дейді, көрсетеді. 2 күннен кейін хабарласады, сіз главный рөл өттіңіз дейді. Ол қай жыл? Сол 19-да. 19 жыл. Сол кезде жаңағы Тентек сериалының главный рөлдегі баланың әкесін сомдап бердім. Содан кейін басталды уже, ақырын көзге түсіп. Мен оның шыны керек көрмеппін. О, балапаннан болады. Балапаннан постоянно қайталайды сол сериалда. Балаларға арналған фильм. Ол жерде менде яркий эмоция ғой, постоянно. Шошыған, күлген, жаңағы, ренжіген деген сияқты. Сонымен ақырындап режиссерлардың көзіне түсіп, бас-продакшн жаңағы, басқа да проекттер жазда шақырады осындай. 2 күнге кеп кетіңіз, 3 күнге кеп кетіңіз жаңағы эпизодный рольдарға. Сонымен кейін Шапағат Орынбаев шақырды. Несіне комедия мәдениет. Біледі ғой, қолда музыка да келеді, бәрі де келеді деген сияқты. Универсальная охрана. Дом культураның охранасы. Менің персонажым. Соны сомдап бердім. Содан кейін уақытысында барып тұрам съемкалар. Осы жақында жаңағы 60 килограмм деген түсірдік. Ол жерде спортсмен баланың тренері. Соны рөлін сомдап. Басты рөлдердің бірі. Март айында шығады эфирге, Алла қаласа. Ол біткен проект. Ол уже съемка бітті, енді эфирге марттан бастап шығады. Сәлем Сошыл. Ерекке өзіңізде бір ой болмады ма сол кезде? Енді қаншама жылдан бала арманыңыз, мысалға, өнерге жетелеп алып келді. Менің арманым орындалды-ау деген бір ой түймедіңіз бе? Ол келді ма? Келді ол да ойлар, келді, бірақ бала кездегі арман басқа. Адам уже ақыл тоқтатып ер жеткеннен кейін бәрібір кругозор басқа болады да. Бұл қазіргі қабылдау бөлек дейсіз ғой. Сол кездегі қабылдаумен, Темір саласынан да шаршайсың қатты. Сол кезде бір съемка келіп қалады. Сол кезде демалып келесің барып. Актерлармен, өнер адамдарымен сөйлесесің. Период съемки тоже демаласың духовно. Енді былай мынандай сұрақтарға өтсек, сіз мысалы 4 жыл болып қапты, сізді шақыртып алып жүргеніңізге. Енді өзіңіздің белгіленген гонорарыңыз бар ма? Оларға жоқ әлде берген аласыз ба? Жоқ, белгіленген гонорарым бар. Өзім суммамды айтам, келсе барам. Келіспесе уақыт жоғалтпаймын деген. Ол да уақыт. Негізі бір 2 сағатқа деп шақырады. Съемкаға негізі 2 сағат емес ол. Жарты күн 5-6 сағат. Өйткені олар 2 сағат бұрын шақырады. Актерді всегда 2 сағат бұрын шақырады. Грим дайды, киімді кигізеді.
дайын тұру керек та, оның текстке дайындаласың деген сияқты. Енді жасырын болмаса шамамен айтсаңыз суммасын. Гонорар ма? Иә, мынаншадан мынаншаға деп айта беріңіз, нақты айта алмасаңыз. Ол бір сменаға 50 мың 60 мың аламын. Бір смена. Ол 2 сағаттық жаңағы 2 сағаттық болсын, бір күн уақыт алсын бәрі. Ол бір сменаға жатады. Бір сменаға жатады. Бір смена 8 сағат уақытты қамтиды. Бәрібірде бұл жерден әлі де көбірек қаражат тауып үшін көбірек неге түсу керек қой. Дұрыс па? Иә, кішкентай, көзге түсу керек, танымал болу керек деген сияқты. Өзімен толықтай әлі өте алмайсыз, өйткені табыс жағынан да енді болу керек қой. Иә, табыс жағынан да болу керек. Кейбір адамдар бар екен ғой, в общем кірмейді желіге, YouTube қарамайды деген сияқты. Сондай номерін алады, келеді, келгеннен кейін, "Ой, сізді кинодан көрдім ғой мен." Қалай ол деп кішкене таңғалады. Ой, тауба деп ше. Актерлар да СТО-да істейді. Мен айтам, мүмкін керісінше шығар. Источниктерде киноға түсеме деп айтсаңыз, онда болады деп ше. Кейін мынау TikTok парақшам деп көрсетсең, деп, ой, TikTok жазып алайын деп ше. Кірмейді екен сондай адамдар. Өзіңіз қай салаңызбен істеп жатқан қай салаңызбен мақтанасыз? Өзіңізді. Мен өнеріммен мақтанамын. Именно осы киноға түсіп жатқан актерлық бағытыңызбен. Актерлық жағынан да, темір жағынан. Жоқ, екеуінің ішінден деймін. Екеуінің ішінде СТО жағы маған жақсы. Өйткені көп табыс әкеледі. Табыс көзім болып тұр қазір. Табыс несін есептемегенде деймін де, просто жаныңызға жақын қай сала? Жаныма жақын кино әлемі ғой, кино. Музыка, кино. Бұдан бөлек тағы жеке нем бар. Автобусым бар. Автобус? Турға шығам, турмен жұмыс жасаймын. Сіз өзі бір күніңізді қанша неге салаға арнайсыз аға? Мысалы, аптасына, жаздың күндері аптасына суббота, воскресенье Алакөлге барып келем. Тур компаниялар хабарласады. Өзіңіз айдап барып? Өзім айдап, өзімнің жеке автобусым бар, межгорный, жеке меншік. Тур компания ақшасын төлейді. Еще ақша табам, еще солармен бірге демалып қайтасыз. Қазіргі жастар, мен айтып отқан жоқпын. Жаңа осы мектеп бітіргеннен кейін өзінің жолын таппай жатады. Қай салаға барып, әйтеуір басын ұра береді. Бір жерде болып қалатын шығар. Енді осы ойыңызды, ақылыңыз, кеңесіңіз айтып жіберсіз. Өте дұрыс айттың осы сұрақты. Көп учениктер келеді. Басында мен жанашырлықпен қарайтын көбісіне. Тегін болатын. Қазір платный. Келет, жаңа өзің айтпақшы, бір аптадай жүреді, қиындықтарын көргеннен кейін қашады. Мен қолымнан келмейді екен, бұл мен келмес деген сияқты. Көбісінде жалқаулық, одан кейін уақытын гаджетке жібереді, болмаса ұйқыға жібереді деген сияқты. Ол жалқаулық бар жерде еш уақытта результат болмайды. Болмайды дейсіз ғой. Қазірде келеді учениктер, мен айтам, айына 200 мың теңге, 3 ай обучение жүреді, 3 ай. 3 айдан кейін алып кет алсаң, алып кеттің, алып кете алмасаң, бесплатно жүресің дағы 2 ай. Сонда 5 айда сен маманды алып шығасың. Гарантирован. Бірақ болды, менде ең мықтысы 3 айда алып шыққандар болды. 3 айда? 3 айда. Тек қана жаңа коробканы саласыз ма, жаңа қораптың? Үшеуінде. Үшеуінде? Ең талантты жігіт деп айтсам болады. Енді мастер болып кетпесе де, енді бастапқы білімі бар. Уже мастер. Маман болып шығады. Маман, уже мастер, жеке уже СТО ашып, жеке отыр уже. Талдықорған қаласында одан кейін істеді. 2-3 жыл қазір Астанада. Енді осылай шығып кетіп жатқан шәкірттердің үшін қанша пайызы ол? Шынымен былай соңына дейін алып кетіп бара жатқан. Негізі жақсы қызығушылық танытып, осыны үйреніп қалатын бір 50 адамның ішінен 2-3 шығады. Ол деген бір пайызға да жетпейді ғой, 50 адамның ішінде. 50 адамның ішінен бір. Қалғанның көбісі жалқаулық. Көбісі жалқаулық, тыстап кетеді. Бізде анандай ғой, бір жұмыс істеп көреді, болмаса таксовать етіп кетеді, болмаса доставка кетеді деген сияқты. Таксовать ету деген жаман қиын тема болды ғой, Бұл таксовать етіп жүрген жастарға қандай ойыңыз бар? Таксовать етіп жүрген. Жап-жас бала болып, мысалы. Жап-жас балалар таксовать етіп жүреді. Неге сол салаға қызық кетті бәрі? Ақшасы оңай ма, неге? Мен түсінбеймін да. Қалай сіздің ойыңыз?
Мысалы мына темір терсектен де 1 ай 2 ай уақытын сіз айтып отырсыз 3 ай уақытын жұмсаса кәдімгідей уже маман болып шығады. Иә, маман болып шығады. Уже ары қарай ол таксидан табыс емес, өзінің қолының еңбегімен табыс табуға болады. Неге ол көбінесе жастар қазір осы жеңіл бағытын таксиден таңдайды сіздің ойыңызша? Иә, такси ол мамандық емес, уақыт өлтіру, жарайды выживание ғой, жарайды ақшасын табар, кредитін жабар. Кейін уақыт өте келе уже қиын болады оған. Мен жастарға айтам, қазір осы возможность бар кезде, уақыт бар кезде, қазір уақыт деген нәрсе ақшадан қымбат болып тұр ғой. Иә. Уақыт бар кезде дұрыс мамандығын таңдап үйреніп қалу керек қой. Жастық шақ. Ол көпке созылмайды дейсіз. Көпке созылмайды. Үйреніп алу. Жоғарғы оқу орнын бітіргендерді көрдім, доставкада жүр. Такси болып жүр. Жарайды, таксовать студенттер болса мен түсінетін, Глобода жүреді ғой, мопедтермен қосымша табыс ретінде үйіндегілеріне көмектесіп жүреді. Бірақ уже тұлға болып қалыптасқан адамдарға ол кәсіп ретінде жатпайды, таксовать ету. Қандай да бір кәсіпті адам таңдағаннан кейін оны түбіне жеткісе, барлық кәсіпте береке бар. Темір терсек болсын, медет мысалы. Медет тағы да кішкене бүйтіп немен қынжылумен айтты да, такси деген ол жұмыс емес. Жұмыс емес. Одан енді бізді, сізді көретін жастар, біздің бағытымыз да сол жастарға арналған, сондықтан да жастардың ішінде көп қой таксовать етіп жүрген. Сол үшін ғой мен осы сұрақты қойып жатқан сізге. Иә, жастарға айтарым, бекер уақыттарын өлтіріп жатыр. Одан да мамандық алып, одан да жақсы болып кетпейді, ДТП-ға түсіп қалып жатады, одан қарызға кіріп кетеді, оны жасау үшін кредит алып жатады, әке-шешесінен ақша талап етеді деген сияқты. Ол алған көлігі де кредитте болуы мүмкін. Ол да кредитте болуы мүмкін, кобальт болуы мүмкін. Кобальт десе кобальт. Кобальт болуы мүмкін. Өзіме де ремонтқа келеді, кобальттар. Кобальт. Басымы таксистер. Оның ремонт өте қымбат қой, бағасын айтқанда шошып жатады енді. Кобальттың ба? Әлеуметтік желінің бір пайдасы, жаңа сұрақ қойып едім ғой, айтып кетейін. Келген клиент сенімді түрде келеді екен. Өйткені сенің парақшаңа кіреді, бүкіл істеліп жатқан жұмысыңды көреді, сөйтіп келеді. Сізге бір күмәнмен емес, таза сеніммен келеді. Ал оған дейін мен TikTok-қа дейін бастамай тұрып келетін клиенттер сұрақтың астына алады, машинасын қалдырмас бұрын. Сұрақтың астына алады, бұрын жасап едің, қандай болып еді, гарантия бар ма деген сияқты. Бір күмән тұрады дейсіз ғой көкірегіңде, иә? Көкірегіңде. Көбінесе ауыз күйген адамдар келеді, бірақ адамдардың арасында да кейбірде енді неше түрлі қазақтар бар. Жұмысын жасатып алып, жала жабатындар да бар. Дұрыс жасап берсеңіз. Дұрыс жасап берсеңде, машинаны алып кету үшін басқа бір жерінен ақау іздеп, көбінесе әйел адамдармен нетіп қалам мен. Келіспей қалам. Соң әйел адамдар келсе, күйеуіңіз ертпен кісі. Көбінесе әйел адамдар келгенде жазбаша түрде договорға отыруға тырысам. Өйткені сендер айдап, машинаны сырып бояп қойыпсыңдар деген әйел адамдар болған. Мен айттым, давай соттасайық, эксперттар келіп тексерсін деген сияқты. Содан кейін барып жепіп, ақшасын беріп кеткендер де бар. Ол да көлікті жаңа тек қана істеп тапсыру ғана емес дейсіз ғой? Тапсыру емес, проблемалар бар оның. Өйткені ақша беріліп жатқаннан кейін. Кейбір еркектер де бар, ер адам келіп, еркек адам келіседі. Машинаны жасап дайындағаннан кейін әйелі келіп айтады, неге қымбат аласыңдар сендер деп. Жаңа айтады, сізбен келіскем жоқ, мен мына кісімен сөйлескем. Келісті, кетті, енді машинаны жасап қойдық десең, әйелдерін ертіп сүмірейіп тұрады қасында. Ішің ашиды да, еркек адам. Мәртебе жасап, мысалы, үстіне қосып беріп кететіндер де бар ма? Бар. Айтқан суммаңыздан? Сумманы айтып, үстінен қосып кететіндер де бар. Риза болып дейсіз? Риза болып. Мәрттік жасап, бермей кететіндер де бар. Ол қалай сол? Мәрттік жасап, бермей кететіндер деген қалай? Жаңағыдай машинасын дайындап қоясын, келеді, айтады, бауырым осындай таксовать етіп жүрген мәшинем еді. Мысалы, бір сумманы айтсаң, 70% ақшасын қазір ала тұр, қалған бір аптада әкеп берейін дейді, сонымен болды. Жоқ, дейсіз ғой. Келеді, мен жұмыс істеп жатырмын, занятпын,
Оның үстіне мен де эстонның сыртына жазып қойғам, қаншама айтсам да адамдар, қазақтар түсінбейді, орыстар түсінеді оны. Сыртында бөгде адамға кіруге болмайды деген жазу тұр. Қазақта ассалаумағалейкум деп қасыңа келіп алады ғой бүйтіп. Чо там, брат депші бүйтіп. Жұмыс істеп жатасың, жақтырмай тұрсың ба, жақтырып тұрсың ба, мән бермейді. Қасыңа келеді да, қолыңнан тартады ғой, жүрші брат, күрес ашып бермейді депші. Мысалы, кейбіреулер қаланың адамдар десек те болады, тақылдатады сырттан. Кіруге бола ма? Ол кезде сыртқа шығасың, сөйлесесің, проблемасымен деген сияқты. Соны біреу баса көктеп кіреді ғой. Ауызда темекі, ей бауырым, темекі шегуге болмайды мына жерде. Болды деп далаға шығып темекісін сайтса қайтып келеді. Мен бір жаңағы машинаның компьютерін жасап отырғам. Көріп жіберші деп. Не десем диагностика дейді. Бауырым күте тұр. Мынаны бітіргеннен кейін шығарып жасап берем. Түсінбейді ғой. Көре шашып 5 минут депші. Қандай машина деймін ғой? Toyota дейді, цветі қандай? Қара дейді. Бауырым қара Toyotаларға менде диагностика жоқ деймін ғой. Соны деп бір түрлі болып қалады да. Сонда қандай бар дейді. Қара цвет әлі обновление жасағам жоқ деймін. Дейді да шығып кетеді ғой. Ондай жағдайларда болады негізі. Сонда соған да шынымен сеніп кетіп қалды ма сонда? Иә, сенетіндер бар ондай. Ұрыспаймын дейсеңші, таласпаймын. Ұрыспаймын, таласпаймын. Өзінің былайша қарасаң анекдот қой ғой, айтып берсеңіз бір. Бұрын негізі өзім осы мастерлерге таң қалатын, не үшін кісі болады осылар, сөйлескісі келмейді деп, қазір түсініп жатырмын мен соны. Бұрын действительно өзім мастерлерге мұқтаж кезімде баратын ғой, машинамды апарам. Кісі болып тұрады дейсіз ғой. Кісі болып тұрған сияқты болады. Ал негізінде ол загружен екен ғой. Қаншама адам машиналар тұр, адам ойда болады, загруженный болады. Одан кейін сонда қалай шешсем деген задача тұрады ғой. Задача тұрады, проблемалар болады, одан кейін жаңағы ниет. Кейбір күндер болады, ниет болмайды. Бір машина қабылдауға, клиентпен сөйлесуге ниетің болмайды да. Өйткені іште басқа жұмыстарын қызып жатады деген сияқты. Кейін уже клиентура көбейіп, білім көбейіп, уже кәсіп ұлғайған сайын адамдар тартқылаған кезде көп уақытың кетіп қалады бұларға. Жай бір диагностика келген адаммен 1 сағат сөйлесіп қаласың ғой далаға шығып. Кейбір адамдар келген кезде белгілі болып тұрады. Бір машинасын алып келеді. Осындай мастерге апардым. Ол не керек жасады әйтеуір бейшара. Үйтті, шеше алмады. Айғай шу шығарып ақшасын тартып алдым да, ана екіншісіне бардым, ол үйтті, анау бүйтті дегендер келеді. Ойланып тұрасың да. Қолымнан келмейді екен ондай жұмыс, ренжімен. Шарж бересің. Одан да солай құтылған дұрыс. Көбінесе қазіргі адамдар асығыс. Кішкене бізді қинайтын сол. Сізден мен 13 жас кіші да? 13 жас кішкентай болып, сіздің істеген ісіңіздің жартысын атқарамаймын ау мен. Оған жартысына да желание, жаңағы өзім зауқымды көтере алмаймын ау. Былайша айтқан кезде ризамын да. Цель қойып істеуге болады. Мысалы сіз осы 40-қа келдіңіз ғой. Сол жаста осынша нәрсе меңгеріп жатсаңыз, мен 30 жаста меңгере алмай жатсам ұят екен да. Былайша айтқан кезде алға ұмтылу керек екен, үйреніп, тоқып, жаңағы өзің ойыңа, миыңды күштілей беру керек екен. Енді 100% деп айтпай қойын. Сіздің өзіңіздің, сізді көрген өзі, ешкім сырттан сізді эсточник деп ойламайды. Өйткені әр адамның ойында эсточник болса, эстода жұмыс істейтін адам, жаңағы қыз машинаны жөндеу саласында істеп жатқан адам бәрі қолын май, енді үстін білесіз, сәл кірлеу қып елестетеді. Сол неге олай деймін да? Сізді неге ондай білінбейді? Көбісінде мысалы эстоға неге барсаң, май кір қожалық болып жүреді. Мен де байқаймын, ондай адамдар дейін маған да айтады. Эсточникке ұқсамайсың деп. Мен де шәкірттерім солай тәрбиелеймін. Каждый жұмыстан кейін мына тырнақтың астына дейін тазалатып. Өйткені май тырнақтың астына кетпейді, жаман көрінеді да қол. Тамақ ішкенде де неприятный деген сияқты. Бір кейбір адамдар бар, сол жұмыста
жүрген образбен үйүндө да жүрөт, көчөдө да жүрөт деген сияқты. Ол значит сондай адам болу керек сияқты болып қалған да. Өздеріне солай қалыптастырып алған. Постоянно үстлерінен бензин, майдың иісі шығады деген сияқты. Оның үстіне өзінің денесін терлеген иісі. Иә, өзі терлейді, бас жуылмайды. үйіндегі жеңгеміз де соның иісіне үйреніп қалған сияқты сондай. Бірақ енді шынымен былайша айтқан кезде ол жаман кейіп қой. Жаман кейіп. Мысалы саланың өзіне жаман кейіп елестеткізетін не ғой адамдарға мысалы. Енді мейлі ол жаңағы малярка саправтарды алмай қойық, олар жуынып шығып кетеді. Майға тимейтін адамдар да ол жаңағы сыртында дейді. Бірақ источник десең болды. Кірғожалақ біреуді елестетіп тұрады. Көзімізге сонда елестейді. Елестетіп тұрады. Шаштары кір, беттері май басқан, киімдерінің бәрі жаңағы май, бензин сынып қалған деген сияқты. Негізі біз солай елестетеміз. Бірде өзіңнің неңе байланысты дейсіз ғой. Өзіңді гигиена, өзің таза ұстауыңды ерінбей. Сонда ерінеді ғой олар көбісі. Ерінеді. Көбінесе шаршаған екен қара жұмысы. Мен тырнақтарына қараймын, балалардың сразу. Тырнақтарының астына дейін майларын жуғызам. И соған соответственно жаңағы специальный порошоктарын әкеп қоямын. Қолын жуады. Содан таза болып тұрады дейсің. Енді аға өзіңіздің отбасыңыз жайлы айтып жіберсеңіз. Енді тиктокта мен байқаған жоқпын, олай ақпарат бермейді де екенсіз. Шыны керек, тікелей эфирлеріңізді де қарап отырып қой. Қанша балаңыз бар? Қанша әйеліңіз? Қанша балаңыз бар? Қалай соны айтып бөліссеңіз? 8 балам бар. 8 бала? 6 қыз, 2 ұл. 6 қыз, 2 ұл. Керемет. Енді қанша әйелім бар екенін айтпай қойын. Сол екеуден ғой. 2 әйеліңіз бар, иә? Негізі нағыз жігіт алу керек қой 4 әйелге дейін. Әзірге 2 әйелден тоқтап тұрсыз ба? Үшіншісін қарап отырмыз. Керемет аға. 8 балаңыз бар, иә? Балдарыңыздың ішінде қызығатын бар ма өзіңіздің салаңызға? Болмаса жаңағы шығармашылық саласында, сурет саласында қызығып бәрі өнерде, бәрі өнерде. Өнер болғанда қай салада өнерде? Сол сурет жағы, музыка жағына жақын, қол өнер. Өзіңіз әкеңіз сияқты жол көрсетіп сілтеп жатсыз ба, жоқ әлде өздерін ұнаған заттарын істетіп жатсыз ба? Пока өздеріне ұнаған істеп жатыр. Мектеп бітіріп жатса, мүмкін сілтемдесі ғой. Жол сілтейін деп ойлап жатсыз. Рахмет аға сізге үлкен. Былайша айтқан кезде, шынымен маған ғана емес, сізді көріп жатқан жігіттерге де, ол қыздарға да енді көбісіне енді былайша айтқан кезде бір жігерлендіреді ғой сөздеріңіз. Осы ойыңызбен бөліскеніңізге, бізге осындай ақпарат беріп жатқаныңызға да үлкен рахмет Ермек аға. Енді ойлаймын, былайша айтқан кезде ертең біз барсақ сәл скидкаңыз бересіз бе деп қояйын. Скидка болады. Скидка болады. Рахмет аға. Бізге осылай біздің сөйле бағдарламамызға келіп, бізге өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп, былайша айтқан кезде 2 сағат уақытыңызды бөліп осылай келгеніңізге біз өте қуаныштымыз. Сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Достар, осымен біздің подкаст аяқталады. Ермек ағамен өткізген подкастымыз ұнаған болса, сіздерден тек қана лайк күтеміз. Ермек ағаның ұнамаған тұстары болса да, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіз астына. Бәршаңызға сәттілік, аман болыңыздар. Рахмет аға сізге келгеніңізге.